Тамыр бөліміне жатпайды. Өсу, сору, бөліну, өткізу, тамыр оймақшасы. Жауап: тамыр оймақшасы. Өзекте қор заты жиналатын мезгіл. Жаз және көктем, күз, қыс, көктем, жаз. Жауап: күз. Сабақтың сыртқы қабаты қалай аталады? Қабық, камби, сүрек, өзек, тамыр. Жауап: қабық. Сабақтың қай қабаты түзуші ұлпадан тұрады? Қабық, өзек, тамыр, камби, тоз. Жауап: камби. Ағаш сабағының қор жинаушы ұлпасы. Сүрек, өзек, тамыр, қабық, камби. Дұрыс жауабы өзек. Эпиблема қай аймақта орналасқан? Өткізу, өсу, тамыр оймақшасы, сору, бөліну. Жауап: өсу. Өсімдіктің жуандап өсу қай қабатқа байланысты? Өзек, сүрек, камби, тамыр, қыртыс. Жауап: камби. Ксилеманың екінші атауы. Сүрек, тін, паренхима, өзек, камби. Жауап: сүрек. Флоэманың екінші атауы. Тін, камби, өзек, паренхима, сүрек. Жауап: тін. Тамырдың бірінші реттік қабығының жасушаларының сырты. Прокамби, эпиблема, флоэма, ксилема, протодерма. Жауап: эпиблема. Өсімдіктің өткізгіш ұлпасының түрлері. Флоэма, тоз, тін, ксилема, паренхима. Жауап: флоэма, ксилема. Ксилема нені тасымалдайды? Су, нәруыз, көмірсу, майлар, минералды тұздар. Жауап: су, минералды тұздар. Қай өсімдік талшықтарынан жіп жасалады? Раушан, шырша, қарағай, алма, қауын, пальма, зығыр, кендір. Жауап: пальма, зығыр, кендір. Жауабымызды тексереміз.